Бізде де ойлануға болады, мысалы. Ол міндетті түрде бұрынғы уақытта Құдай тұтқызып, Құдай деп атап, Құдай тұтқызса, кейінгі заманда ол шарт емес оны Құдай тұтқызу. Құр соған еліктесең болды. Құр еліктеп жүрсең. Мысалы, содан ойланса болады. Мысалы, қазақтың жаңағыдай айтайық, шыршаның қасында не істеп жүргеніне. Не істеп жүрсің ол жерде? Ол да сөйлемейді. Ол да мылқау. Не істеп жүрсің ол жерде? Сұрақ құр. Ақылдың сұрағы да. Ақылды адамға қоятын сұрағы. Білмеймін, әйтеуір жүрміз. Өйткені бұндай нәрсенің қиындығы қабірде. Қабірде дейді, сұрақ қойылған кезде, Алла сақтасын, жаңағы имансыз адамға сұрақ қойылған кезде, мән роббука деп екі періште келіп, ла әдри деп айтады екен, қарасы. Білмеймін Раббымның кім екенін. Қараңыз, қандай қиын нәрсе да. Ва динука, дінің не? Ла әдри, білмеймін мен дінімнің не екенін. Ва маза тақулу фи хазар ражули, ал әлгі Мұхаммед пайғамбар жайында не айтасың? Инни самиату, қараңыздар, яқулуна насу қулан, фақулту мислаху. Мен сол әйтеуір қоғамның ішінде жүрген кезде адамдар ол кісі жайында бірдеңке айтып жүретін. Мен де соны айта салатынмын. Қарас. Сонда екеуі оған айтады да, фаяқулани, екі періште де сол жерде Мұнкар Накир айтады дейді. Ла дарайта ва ла талайта. Дүниеге келген түпкі мақсатыңды да, Раббыңды да, дініңді де, пайғамбарыңды да білмепсің ғой. Қарас. Заяға кеткен өмір деп айтады. Вама талайта, не Құранды да оқымапсың ғой. Осыны оқиш деп. Қода күнна нағламу, иннака тақулу залика. Біз сенен емтиханда сұрамай жатып ақ білгенбіз, жауабыңның осындай болатынын дейді. Қарас. Сұма юдробу, бимитроқатин. Сосын бір мен хадид темірден болған бір күрзіні көрсетеді көзіне. Сол күрзімен кеп жаңағы байна узунайхи құлақ шекеден ұрған кезде фаясиху сойхатан ясмағухал холқу илля сақалайни. Шыңғырған даусын күллі жаратылыс естейді дейді. Адам мен жынды айтпағанда дейді. Өздеріңіз білесіздер, далада бір жерлерде жүрген кезде кейде жөн тұрған аттың айғасынан бір үркіп кететіні. Қараға. Күллісі естейді, адам мен жыннан басқасы дейді. Міне осындай нәрсені заяға кеткен өмір деп атайды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, мән ташаббаха биқаумин фахуа минхум. Кім бір қауымға еліктесе, ол сол қауымнан дейді. Қараңыз қандай. Еліктеудің өзі қиын нәрсе да. Абай атамыз айтады, 15-ші сөзінде қателеспесем, ақылды адам мен ақылсыз адамның фарқын айтып көрейін дейді. Адам өзі осы дүниеге келген кезде бір нәрсеге қызықпай тұрамайды дейді өмірде. Дүниеде қызықты нәрсе өте көп. Сонда дейді, есті адамға, жаңағы қызықтар есті адамға ұсынылған кезде, есті адам дейді, есі бар адам, ақылды адам. Ол тек қана орынды, баянды, дұрыс іске ғана қызығады дейді. Және соның нәтижесін іздейді дейді ол. Ал есер адамдар дейді, қараңыздар, есер адамдар не болса соған бағасыз құнға, баянсыз нәрселерге қызығып, жаңағы ит қорлықпен өмір сүріп жүре береді дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан есті адам мен ессіз адамды айтып жатыр да. Сондықтан дейді, сен дейді, есті адамдардың қатарына кіргің келсе, сен жоқ дегенде күніне бір мәрте құр ойлан дейді, немесе аптасына бір мәрте. Оған қолың тимесе жарайды, түсінейік, сені айына бір мәрте құр ойланда, алғашқы өміріңді ашып тасташы дейді алдыңа бүйтіп. Сені өкіндіретін нәрсе бар ма, жоқ па? Иманыңа, дініңе, ақыретіңе, жаңағы салиқалы өміріңе сол жерге бір қуантатын нәрсе бар ма? Өкіндіретін нәрсе бар ма? Міне осыны зертте деп отыр да. Міне ақыл деген нәрсе. Қоғамда көп нәрсе ақылмен істеліп жатқан жоқ.
Қазір көңіл қалауы билеген нәрсе. Көңіл қалау ақылдың орнынан шығып кеткен. Түсініңіз бе? Сондай жағдай ол. Соқтан да еліктеу деген нәрсенің өзі өте қиын нәрселер де болды. Сол нәрселерді байқау керек.